14-ші дәріс халық урбанизация және қоғамдық қозғалыстар. Жаһандық урбанизация, демография, заманауи зерттеулер, миграция, эмиграция. Жаһандық урбанизация. Біздің көптеген әлеуметтік институттарымыз аграрлық қоғамдардан, яғни тұрғындардың басым бөлігі тұрып жұмыс істейтін ауылдық жерлерден бастау алады. Бір ғасыр бұрын дүние жүзінде халықтың небәрі 2% ғана 10 мыңнан астам халқы бар қалаларда өмір сүрді. Ал 80% астам жалпы одан да жоғары пайызы ауылдық жерде өмір сүрді. Қазіргі таңда ақштың өзінде 80% тұрғындары астамы қалалық және астаналық аудандарда өмір сүреді. Жалпы осы жаһандану урбанизация жайлы әлеуметтануда құрылымдық функционализм келесі ойларды алға тартады. Құрылымдық функционализм және конфликтология қалалық өмір салты мен сипатына байланысты екі түрлі көзқараста. Құрылымдық функционализм қаланың өсуі мен құлдырауы артықшылықтарына мән береді. Ал конфликтология теорияшылары осы өзгерістерге әсер ететін саяси күресті зерттейді. ақштың өзінде жалпы қалалардың өздері урбанизацияның деңгейі астаналық және астаналық емес деп бөлінеді. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Детройт сияқты қалалар 6 көршілес аймақты қамтиды. Астаналық ауданның аясы қала шеңберінен асады және мысалға Нью-Йорктың үлкен ауданы сияқты аймақты қамтиды. ақшта астаналық емес халықтың 16%-ға дейін қысқартып кетті. Мұндай аудандар мысалы Нью-Джерси, басқа барлық штатта болғанмен олардың көпшілігі орталық батыста немесе оңтүстікте өмір сүреді. Дамуы төмен елдердегі урбанизация. Соңғы кездері ірі қалалар мен қалалық өмір салты даму байқалады. Артта қалған елдерде мұндай өзгеріс бір түннің ішінде орнайды. Мехико, Сан-Пауло, Богота, Сеул, Киншас, Карачи, Калькутта және дамушы елдердегі өзге қалалар тез өсіп келеді. Алдағы 25 жылда үлкен қалаларда, мегаполистерде, сондай-ақ кедейлікте өмір сүретін, таза ауыз суға, электр желісіне, білім алуға, санитарлық ережелерді сақтауға жарымайтын шағын қалаларда халық өсімі басым болады деген болжам бар. Артта қалған елдердегі урбанизацияның бірнеше салдары болады. Біріншіден, әлемнің ең ірі қалалары мега аудандарға бірігеді. ақштың мысалы урбанизация іспеттес көптеген мәселелер туындатады. Бұл мәселелерге көліктің тым көптігі, энергетикалық шығындар, қоршаған ортаның ластануы және ауыл шаруашылығын жерлерінен айырылу сияқты жайттармен байланысты. Екіншіден, бұл қалаларда кәсіби білім алмаған адамдардың жұмыспен қамтитын өндірістік орталықтың жоқтығы. Халық туралы заманауи зерттеулер. Жалпы біздің Қазақстан территориясында, республикасында 3 миллионды қала бар. Бұл біріншіден Алматы 2 миллионнан астам, Астана 1,5 миллионнан астам және Шымкент қаласы. Енді осы демографияға, жаһандануға әсер ететін факторлардың бірі бұл өмірге келу және қайтыс болу екі фактор. Осы екі оқиғаның маңызы сай келер баста. Әлбетте кім болсын әуелі өзінің туған күні туралы толғанып, бақи боларына алаңдайды. Халық жайлы зерттеулер демография саласына тиесілі екені белгілі. Енді демографтар үш мәселеге ерекше көңіл аударады. Бұл туы, өлім және миграция. Қазіргі кезде дүние жүзінде халық саны 8 миллиардқа жақындап бара жатыр. Және осы жалпы даму деңгейі, туу деңгейі сақталынса, онда 2050 жылға дейін жалпы адамзаттың саны жер бетінде 10-12 миллиардқа жетеді. Адам саны көбейген сайын миллиондаған халық кедейленіп, оларды азық-түлікпен қамтамасыз ету, білім беру қиынға соға бастайды. Қоршаған орта ластанады, табиғи ресурстар сарқылайды. Осы мәселелер салдарынан миграция пайда болады. Адамдар бір географиялық орнынан екіншісіне ауысады. Тұрғындардың жайлы қоныс табу мақсатындағы ел ішінде көші, ішкі миграция, ал мекен жайын мемлекеттер арасындағы иммиграция терминінен белгіленеді.